экзотермиялық реакция кезінде өзіне қарай сіңіріп алады. Ал пробирканың сырты мұздай болып тұрады, салқын болып тұрады. Мінекей. Міне қазір бізде осындай реакция болып жатыр, иә? Міне. Газ өзінің ішінде, бірақ сырты мұздай. Сырты ешқандай сыртында өзгеріс жоқ, міне. Мынау бесконечно жалғаса береді осылай міне. Бірақ сыртында мұздай. Өздеріңіз көріп жүрсіздер ғой, уксус пен соданы кәдімгідей торттың кезінде реакцияға түсірген кезде де, иә, гаситетіп аламыз ғой, иә, торт пісіретін кезде қыз балдар жақсы біледі. Сол кезде ешқандай ыстық ештеңе бөлінбейді. Ал бізде керісінше бізде не? Осы уксусқа аммиакты қосатын болсақ, ол жерде бізде экзотермиялық реакция болады. Жаңа бізде эндотермиялық реакция болды ғой. Енді бізде экзотермиялық реакция болады. Ол жерде бізде жылу, сырты пробирканың сыртын ұстап көрсеңіз де болады, міне. Ысу бар. Екеуін салыстырып көрсеңіз де болады. Мына сыртын ұстасаңыздар болады. Иә? Мінекей. Мынау бізде экзотермиялық реакция, мынау бізде эндотермиялық реакция. Эндотермиялық реакция кезінде сырт салқын болады да, өзінің ішінде реакция жүріп жатады. Ал экзотермиялық реакция кезінде ішінде реакция жүрмейді, сыртында жүріп жатады. Сыртынан жылу бөліп отырады, иә? Яғни бізде экзотермиялық